Оңтүстік Қазақстан облысындағы 1080 отбасының көптен күткен арманы орындалды. Ұзақ жылдар бойына баспана кезегінде тұрған сан алуан мамандық иелері жаңа пәтердің кілтіне ие болды. Олардың жартысына жуығы енді ғана шаңырақ көтерген жас отбасылар. Нұрбол әкімшілік полиция басқармасында жұмыс істейді. Жұбайы Жанар жоғары оқу орнында мұғалім. Екеуі бір ұл бір қыз тәрбиелеп отыр. 8 жылдан бері баспана кезегін күткен бұл отбасы бүгін шексіз қуанышқа кенелді. Шаһар орталығынан бой көтерген көп қабатты үйден 3 бөлмелі пәтердің кілтіне ие болды. Сәулетті әрі кең баспана енді бұл отбасының қонақжай әрі ырысты мекені болмақ. Айтып жеткізе алмайтын күн болып тұр. Осындай көптен күткен баспанамызды бүгін осы баспанаға қол жеткізіп отырмыз. Осы шаңырақта өсіп өркендейік. Арманымыз жоқ 3 мегаполис қаласының тұрғыны болғанымызға. Қоныс тойын өткізгендердің ішінде көп балалы отбасылар, бюджеттік мекеме қызметкерлері, әскерилер мен тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар да бар. Қаланың жаңа іскерлік орталығынан бой көтерген көп қабатты тұрғын үйлерде тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Әрбір этажда 8 пәтер. 32 квадрат метр бір пәтерлі болса, 2 комнаталығы 50-54 шаршы метрлік. 3 комнаталығы 69. Енді оның ішінде адамзатқа керекті барлық нәрсесі бар деп есептеймін. Жалпы жеңілдік талаптарымен әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үйлерді салу үшін ұлттық қордан 180 миллиард теңге бөлінді. Бағдарлама бойынша құрылыс 5 жылға жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін Бәйтерек холдингі аумағы 487 мың шаршы метр болатын тұрғын үй құрылысын қаржыландырмақ. Бұл дегеніміз 9740 пәтер. Құрылысы аяқталған үйлер шетінен баспана кезегін күткен азаматтарға берілетін болады. Қазірге дейін бұл бағдарлама бойынша 1300-ден астам отбасы баспаналы болды. Шаңыраққа ие болғандардың ішінде Астана, Алматыдан бөлек Семей, Көкшетау мен Қостанай қаласының тұрғындары да бар. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Оңтүстік Қазақстан облысы.